10, 100, 1000 сандарын қалдықпен бөлуді оқимыз. Мысалы, мен мынандай санды алайын. 1448 бөлу 10. Мендегі бөлінгіштің бөлгіш бізде 10. Неше нөлі бар қарай, менде бөлгіште 1 нөл. Осы 1 нөлді мен мына бөлінгіштің оң жағынан, оң қолым менің мына жақта, олай болса, мына оң жағындағы бір санды бөліп алам. Бұл бізде қалдық болады. Енді қалған санды бөліндінің мәніне жазам. Бұл менде 144, ал қалған сан ол қалдық болады. Олай болса, қалдық менде балалар мына 8 болады. Енді бұны мен қалай тексеремін? Тексеру үшін сендер білесіңдер. Тексеруді мына шыққан мәнді 144-ті көбейтемін 10-ға. 144-ті 10-ға көбейтемін. Оған қалдықты қосамын. Сол кезде 144-ті 10-ға көбейтсем 1440, оған 8-ді қоссам 1448 менде міне шықты. Олай болса, менің бөліндім дұрыс екен. Тағы да бір мысал келтірейік балалар. Мысалы, 60418 бөлу 1000. Балалар, 1000-ға қараймыз. 1000-да бізде 3 нөл. Олай болса, мен бөлінгіштен 3 санды, оң жағынан 3 санды бөліп аламын. Қалған санды мәніне жазамын. 60, менде қалған сан 60. Бұл мәні болады бөліндінің. Енді бөліп алған 3 санды қалдыққа жазам. Қалдық 418 болады. 418. Енді балалар тексереміз. Мына тексерудің арасында сендер балалар 3 торкөз міндетті түрде қалтырасыңдар. Менде қалмай жатыр, оған мән бермейміз. Енді мәні 60 дедім. Тексеру үшін 60-ты 1000-ға көбейтеміз. Бөлуге керамал көбейтеміз. Оған қосамыз қалдық 418-ді. 60-ты 1000-ға көбейтсек 60.000 болады. Оған 418 қоссақ 60.418 шығады екен балалар. Түсінікті деп ойлаймын.